Қанды сұйылтудың ең жақсы жолдары. Қанды сұйылту жүрек қан тамырлары жүйесінің денсаулығын сақтау үшін маңызды шаралардың бірі. Қанның қоюлануы, инсульт, инфаркт және тромбоз секілді қауіпті жағдайлардың пайда болуына әкелуі мүмкін. Қанды табиғи және медициналық жолдармен сұйылту әдістерін қарастырайық. 1. Суды жеткілікті мөлшерде ішу. Мәні: дене 60-70 судан тұрады, сондықтан қанның қоюлануына сусыздану негізгі себептердің бірі болып табылады. Қалай қолдану керек? Тәулігіне кем дегенде 8-10 стакан таза су ішіңіз. Шай, кофе және тәтті сусындарды судың орнына есептемеңіз. 2. Дұрыс тамақтану. Белгілі бір тағамдар қанды табиғи жолмен сұйылтуға көмектеседі. Қанды сұйылтатын тағамдар: майлы балықтар, лосось, скумбрия, сардина, омега-3 май қышқылдары қан ағымын жақсартады. Жаңғақтар мен тұқымдар: грек жаңғағы, бадам, күнжіт. Жемістер мен көкөністер: цитрустар, лимон, апельсин, грек. Жидектер: қара жидек, таңқурай, шие, мүкжидек антиоксиданттарға бай. Сарымсақ пен пияз табиғи антикоагулянт ретінде жұмыс істейді. Қызанақ ликопин мен калийге бай. Ішуге арналған пайдалы сусындар: жасыл шай антиоксиданттарға бай. Лимон суы: таңертең 1 стакан жылы лимонды су ішу қан айналымын жақсартады. Зімбір шайы қан айналымын реттейтін қабілеті бар. 3. Физикалық белсенділік. Мәні: тұрақты жаттығулар қан айналымын жақсартады және қоюлануды болдырмайды. Қандай жаттығулар? Жаяу жүру күнде 30 минут. Жүгіру немесе велосипед тебу. Йога немесе тыныс алу жаттығулары. 4. Витаминдер мен қоспалар. Қанды сұйылтатын дәрумендер. Витамин антиоксидант ретінде жұмыс істейді. Табиғи көздері: бадам, авокадо. Омега-3 май қышқылдары қан айналымын жақсартады. Табиғи көздері: балық майы, зығыр тұқымы. Магний мен калий қан қысымын төмендетіп қан сұйылтуға көмектеседі. 5. Дәрілік шөптер мен табиғи қоспалар. Кейбір шөптер қанды табиғи жолмен сұйылтады. Зімбір қан айналымын ынталандырады. Куркума белсенді компоненті куркумин қабынуды азайтады. Сарымсақ табиғи антикоагулянт. Гинко билоба қан тамырларын кеңейтіп қан ағымын жақсартады. 6. Дәрігер тағайындаған дәрілер. Егер сіздің қаныңыздың қоюлану деңгейі қауіпті деңгейде болса, дәрігерлер арнайы препараттар тағайындай алады. Аспирин төмен дозада қанды сұйылту үшін жиі қолданылады. Гепарин немесе варфарин дәрігердің нұсқауымен қолданылатын күшті антикоагулянттар. Ескерту: дәрілерді тек дәрігердің тағайындауы бойынша қабылдау керек, өйткені дұрыс емес дозада олар қан кетуге әкелуі мүмкін. 7. Зиянды әдеттерден бас тарту. Темекі шегу тамырларды тарылтып қанның қоюлануына әкеледі. Алкоголь тек аз мөлшерде шараптың пайдалы болуы мүмкін, бірақ шамадан тыс ішу қанның қоюлануын күшейтеді. 8. Стрессті азайту. Мәні: ұзаққа созылған стресс қан тамырларын тарылтады, бұл қанның қоюлануына ықпал етеді. Қалай қолдану керек? Тыныс алу жаттығуларын жасаңыз. Медитация және йогамен айналысыңыз. Демалуға және сапалы ұйқыға уақыт бөліңіз. Қорытынды: қанды сұйылту жүрек қан тамырлары жүйесінің денсаулығын сақтау үшін маңызды қадам. Жоғарыда аталған табиғи әдістерді күнделікті өміріңізге енгізіп, дұрыс тамақтану, жеткілікті су ішу, белсенді өмір салтын ұстану арқылы өз денсаулығыңызды жақсартыңыз. Егер қанның қоюлану қаупі жоғары болса, міндетті түрде дәрігерге қаралыңыз.